Бүгін міне республикалық ұлттық домбыра телеарнасы Павлодар облысының Май ауданына келіп отырсыздар. Қош келдіңіздер дейміз. Біздің ұлтымыздың құндылықтарын дәріптеп, әдет-ғұрпымызды, тарихымызды, салт дәстүрімізді елімізге көрсетіп, оны айту біздің парызымыз. Сіздерге мыңда бір рахмат. Осыны халық білсін, ел білсін, жұрт білсін, жастар білсін деген мақсат қойып отырсыздар. Ол дұрыс. Біз құптаймыз. Біздің еліміз тарихқа бай ел. Малайсары деген батыр болған, Ақбалық Қазірет батыр болған тұлғалар, Қайсата деген киелі бақсымыз болған. Біздің Қалмақ қырған тауының ішінде Қалмақтың әскерін тойсыра жеңген. Содан бастап біздің қазақтың даласында қалмақтар бізге шапқын жасаған жоқ екен. Осындай терең тарихы бар ел. Ақбалық Қазіреттердегі кезінде мешіт медресе алып, жастарды мұсылмандыққа бетін үзді бұрып, Абдул-Уахит Қазірет, Исабек Ишан Қазірет, Мәшһүр Жүсіп деген міне біздің өңірімізде осындай тұлғалар болған. Домбыраға кезек берейік. Төлбастар Сайырханұлы Байғабыл Жұртбаев атындағы балалар өнер мектебінде балаларға мына ұлттық өнерді насихаттап, ұлттық өнерден дәріс береміз. Байғабыл Жұртбаев туралы қысқаша айтып кетсек, ауданымыздың ақын сазгер Баскөл ауылының жерінде өмір сүрді. 9 жасынан қолына домбыра алып, ұлттық өнерге ден қояды. Майра Уәли қызынан үлгі өнеге алып, композиторлық өнерге бет бұрады. Біржан, Ақан Сері, Естай деген әншілерімізді кейінгі ұрпаққа әндерін жеткізуші. Қазақ радиосының алтын қорында көптеген әндері сақталған. Тәттімбеттің күйі Бес төре. Біздің өңірімізде Ақбалық Қазірет деген адам болған екен. 1833 жылы дүниеге келіп, 16 жасында
керуенге еріп Бұқараға барып өзінің оқуын жалғастырған. 22 жыл сол жақта болып, Хазірет атағын алып, осы елге келіп, осында мешіт медресе алғызған. Құнанбайдың өзімен де дәмдес болған адам. Құнанбайды омбыға шақырған кезде бір іс қозғалып, омбыға Ақбалық Хазіреті келіп, осында мына Сарытауда ол кісімен жолығып, сол кісінің үйінде болып, Ақбалық Хазіреті енді көріпкелігі де бар, ол кісінің сондай бір қасиетті. Осы жол сен бармай ақ қойшы, сені жолың болмай тұр дегенде, Құнанбай енді беті қайтпаған адам, екі жерде солтан болған, қайтсам мен барам, шақырғаннан барым керек деп барған. Сол кезде түрмесіне қамап қойған екен. Ақбалық Хазірет Шорман биге айтып, тағы бір жақсы жайсаңдарды салып, Құнанбайды шығарып алған көрінді. Ақ патшаның шешімдеріне қарсы бір уағыз айтқан, соны естіп, жауапқа тартып, Темеге сотқа шақырылған кезде, Абай естіп, сәлем берейін деп барған кезде, Ақбалық Хазіретке сұрақ қояды. Ол сұрағы Ақбалық Хазіретке жақпайды. Шыққаннан кейін Абайға айтқан екен, осы жерде Қысылтаяңда маған осындай сұрақ қойдың дегенде. Тағы да бір күйді Ақсақ құлан деген күй. Ақсақ құлан енді халық барлығы жақсы біледі. Аңыз күй. Мынау ақ ертістің жағасы біздің елдің жанындағы ағыбатқан өзеніміздің аты Шыған деп аталады. Бұл елдерді Бәсентиін бабамыздың ұрпақтары мекендеген. Олар мынау Андас деген, Тілменбет, Сырым, Саты бабаның ұрпақтары, Тарақты, Көшеншірек, Сағынай, Төрт Сары деген елдің мекендеген жерде отырмыз міне. Соны жоңғар шапқыншылығы кезінен бастасақ, біздің бабаларымыз елімізді қасық қаны қалғанша қорғап өткен адамдар болған екен. Күшік Батыр деген бабамыз жауына өте қатал адам болған екен. Соғыстан қайтып келгеннен кейін Кәртайхан шағында ұрпақтарына өсиет айтып кеткен екен. Мен мына дүниеден өткенде өзімнің жауыма қатал болған едім. Ана қалмақтардың желде тұрған биелерінің желін қылышпен тіліп едім. Ішіндегі бесікте жатқан балаларын жаңа найзаның ұшыменен алып отқа тастап едім. Мені өте қатты қалмақтардың қарғысы бар менде. Сондықтан мені мына үлкен оба жасап, соның ішіне қойыңдар деген екен. Сол өсиеті Жалтыр деген ауыл бар, Көшеншілік бейті деген қорымда жатыр. Сол қорымда жатқан бабаларымыздың Бәкі Басар деген бабамыз болған. Осында елдің старшыны болып қызмет жасаған екен. Бәстем Хазірет деген. Ол кісі де осы 1019 ғасырдың аяғында дүниеге келіп, мына Бұқара, Самарқанд, Ташкент сол жақтағы діни оқуларды 15 жылдай бітіріп еліне келген екен. Еліне келгеннен кейін осы жерде мына Кентібек ауылында Қаларбұлақ деген жер бар. Сол жерлерде медресе ашып 400-дей шәкірт оқытқан екен. Барымта деген қатты жүрген екен сол кезде. Көктем кезінде топ құрып, сонау Қырғыз елінен барып жылқы күзде айдап алып келіп отырған екен. Барлық азамзатқа, өзіміздің халыққа зиянын келтіретін істің бірі деп, соны Құран ұстатып тұрып, соны тоқтатқан бабамыздың бірі екен. Алдығымыздағы ақсақалдарды айтып кетті. Ендігі жолды мына өнерпаздарға берсек. Бұл
өлке біздің ауыл жайылаған жер ай, желіге асау қолына байлаған жер ай. Көзіме от жалындай көрінедің ай, айқасып қолын тайдай ойнаған жер ай. Ей, ахау сабыз ұшырды ұямыздан балапан қазай. Бұл өлке біздің ауыл көзеген жер ай, қара көз бойын сылап дүзеген жер ай. Көзіме от жалындай көрінедің ай, оның шашу әдесін үзбеген жер ай. Ей, ахау сабыз ұшырды ұямыздан балапан қазай. Бұл өлке біздің ауыл көктеген жер ай, қорамынан нақтылы қой кетпеген жер ай. Көзіме от жалындай көрінедің ой, алдымнан келін кесіп өтпеген жер ай. Ей, ахау сабыз ұшырды ұямыздан балапан қазай. Ей, ахау сабыз ұшырды ұямыздан балапан қазай. Құрметті ұлттық арнаның көрермендері, аты жөнім Әбілқасова Күләш Тастемірқызы, мәдениет саласының ардагерімін. Халық әні Замандасты орындап берейін. Айналайын көзіңнен жалт-жұлт еткен ай, жан бар мекен бұл жерде тең келетін замандас. Кездескенде есің алып амандас, замандас. Кездескенде есің алып амандас. Ақша балық шомылған айдың көлден ай, алтын қармақ салсам да ілінбеген замандас. Кездескенде құшақ жайып амандас, замандас. Кездескенде құшақ жайып амандас. Сүгір атамыздың күйі Бозінгеннің бүлкілі.
Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Ғабит Сапаров. Май ауданының ақындық, айтыскерлік өнері туралы біраз айтсам деймін. Нұрлыбек Баймұратов деген атақты ақын осы Май елінде тұрған 20 жылдай. Ол кісі енді республикаға әйгілі болды. Әйгілі Исамен айтысты. Жамбылдың жанында жүрді дегендей. Одан кейін республикаға шығып біздің өңірде айтысты өркендеткен Мұқсихан Заитов деген ағамыз болды. Сол Павлодар облысы атынан шыққан бірден бір осы Май ауданының азаматы еді ол кісі. Сол кісінің жолын жалғастырған Серік Мұхтаров деген ақынымыз болды. Ол кісі де Кенен Әзірбаевтың 100 жылдығында республикалық айтыста Павлодар облысының атынан қатысты. Серікпен бірге шыққан Қайыр Жүнісқалиев деген ағамыз болды. 85 жылы Жайымсаның 150 жылдығында сол үшеуміз Май ауданының намысын қорғадық. Ерлан Бағлан деген бала бар. Сол баладан көп үміт күтеміз. Сол біздің жолды жалғастырады деп ойлаймыз сол бала. Мына баламызға орын берейік, домбырасын сөйлетсін. Мағауия Хамзиннің мегасы солдат. Армысыздар, құрметті көрермендер. Осы өңірде Малайсары Тархан батыр болған. Біз осы өңірде сол батырдың ұрпақтарымыз. Малайсары Тоқтауылұлы 1726 жылдары өмір сүрген. Әкесі Тоқтауыл батыр болған, би болған. Малайсары батырдың анасы Мөлдір Қалмақ қыз болған. Қарындасы Гаухар. Гаухар Қабанбай батырдың жары болған және қазақ тарихында ерлікті қайсар қыздардың бірі. Малайсары батыр 1756 жылы Жоңғар Алатауы Алтын Емел жотасында қаза болған соғыста. Жоқан Уәлихановтың жазған деректеріне сүйенсек, Абылай ханнан сұрағанда батырлардың ең атақтысы сізге жақыны қайсысы дегенде, Бәсентиннен шыққан Малайсары Тоқтауылұлы әрі парасатымен, байлығымен, ерлігімен батырлардың бірі деп айтып кеткен екен. Жоңғарлардың қонтайшысы Қалдан Сиреннің грамотасы табылған. Онда Малайсары Тарханға Тархан деген атақ беру туралы жазылған. Ауылымыздың алтауызына көшіп отырайық. Мына баламыздан бір ән. Тұрсынбек Ақжол, Жаяу Мұсаның Ақсиса әнін қабыл алыңыздар. Ақсиса қызыл сиса, 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 сиса,
Қалмайдау күндер жаяу зорлық қылса, Шорманның Мұстафасы аттымды алып, атандым сол себептен жаяу мұзауай. Оу, гигигай, 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 гигигай. Игигигигай, гигигай, о гигигигай. Қорқамын тағы дүре соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығыңа ауай. Дариға ешкиеді зорлығына, сенеді малбасының молдығына. Қорқамын тағы дүре соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығыңа ауай. Оу, гигигай, 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 гигигай. Игигигигай, гигигай, о гигигигай. Қорқамын тағы дүре соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығыңа ауай. Қорқамын тағы дүре соғама деп, сонда да шыдамаймын қорлығыңа ауай. Құрметті Домбыра телеарнасы май еліне келгеніңізге мыңдап рахмет. Ат жөнім Айбек Сайренбекұлы болады. Қаршыға атамыздың Аққайын күйін орындап беруге рұқсат етіңіздер.
рахмет айналайын. Көп жаса. Өлкөнің өссін. Дастарханға байлық берсін, елімізге тыныштық берсін. Бірлігіміз нық болсын, байлығымыз құт болсын. Қазақ халқы көбейіп, қарармандай жұрт болсын. Ынтымағы жарасқан, бейбіт болған ел болсын. Осы отырған баршаңызға құт береке бақ қонсын. Аллаху. Тәрбиелік мәні бар. Нақыл сөздерден жиналған ұлттық өнеріміздің бірі терме. Ана Майлы Қожадан бастап, Шал ақын, Байдалы би, Саққұлақ би, осындай билеріміз терме жазған. Ойлаңдаршы жігіттер, баста дәурен тұрмайды. Өте шыққан бұл жалған қайтып мойнын бұрмайды. Адам қонақ өмірге, бір күні қоным бағайды. Опасыз бұл дүние ешкімге пана болмайды. Өзіңді біреу мақтаса, есің шығып тасыма. Бетің айтса адал дос, жау деп оны санама. Кейін өзің білерсің, іс түсегер басыңа. Күн үшін жүрген қулардың бірі де қалмас қасында. Міне қарап тұрсақ, осы бір сөздерді терең мағыналы философиялық сөздерден құралған терме адамды тәрбиелейді. Тыңдағанда біздің жүрегімізге жетеді ол термелер. Енді қарған бір термені айтып берсең. Сағай Амангелді, Майлы Қожаның термесі арқалы жұртым. Арқалы жұртым армысың, төрт көзің түгелі бармысың? Көрмегелі көп болды ау, сағынып жаным қалды шын. Сендерді жырлап өтейін, кеткенше бойдан әлгішім. Қызыңды ақын еткізген, өздеріңнің алғысың. Ауылдас туыс ағайын, көңілдің кілтін табайын. Жырма сусап отырсаң, толғанбай неге қалайын? Көкейден шыққан ән ашар, көңілдің ішкі сарайын. Бейтарап сөздің бағашар, бәріңді айтып қалайын. Кешегі мынау жанаға отырған бүгін шалмысың? Кейінгі қайраны жеңгейлер өткен күнге зармысың? Кейінгі қайран құрбылар құлпырып атқан таңбысың? Кешегі мынау жас қауым шырқалар бүгін әмбісің? Қарамай кетсең анағай, қаларсың босқа табағай. Атана көңілін қалдырған баланың бағы жанармай. Атаның сағын сындырған келіннің жолы болар май. Келінді кейін сорлатар өзінен шыққан баладай. Кейінгі жасқа айтарым өмірдің мәнін байқаған. Өз атаң асқар тау болса, өз анаң шалқар байтағың. Алада көрме бойыңнан жаманың шарба қайтарын. Салада көрме бойыңнан дұшпанның қарамайтарын. Салада көрме бойыңнан дұшпанның қарамайтарын. Майелі жыраным. Сөзін жазған жергілікті сазгер Мезихан Шайхин, әнін жазған Сапарғали Олжабаев. Қабыл алыңыздар.
Май ауданына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Ескендіров Берік Қайроллаұлы болам. Өлкетанушымын. Айгілі Малайсары Тархан ұрпақтары осы біздің ауданда тұрып жатыр. Қасында Жайнақ деген батыр болған, осы ол батыр да біздің Май ауданында жерленген. Осы жерде Күшік деген батыр көшеншілік руынан шыққан. Кочевники көшпенділер кітабында Ильяс Есенбердин да осы Күшік батырды жазған. Сол батырлар осы біздің ауданнан шыққанына мақтан етеміз. Тілеуқабыл деген аты қалып батыр атанған Машқұр Жүсіп кітабында осы Май ауданының қақпасында сол да батырда осы біздің сүйегі қасиетті Май елінде жерленген. Қазіреттеріміз болған Ақбалық Қазірет Абайдың жұмбағы Рамазан Тоқтаровтың кітабында жазған. Мен сол Ақбалық Қазіреттің ұрпағы болам. Медресе ашып балаларды оқытқан, талай шәкірттер шығарған. Көктөбе ауылында Бастем Қазірет жатыр. О кісі де қасиетті адам. Салахиден деген Қазірет өмір сүрген, 30-шы жылдары хабарсыз кеткен. Елдің қамын ойлаған билер болған. 18 жасында Бидәулет би елдің қамын шешкен дейді. Осы Баскөл ауылында о кісі жерленген. Сақау Сырым Рысқұл болған. Кекеш болса да халықтың мұңын неткен, Мұса Шормандардың өзі шеше алмаған дауды шешкен. Ол кісі де бізде осы Бестауда сүйегі жатыр жерленген. Ақсәулем әнін халыққа сыйлаған Серік Мұхтаров ағамызда осы біздің Май елінің мақтанышы. Ақсәулем әнін қазақ білет. Баулаған Жеңіс Марданов деген ағамыз шежіреші, тарихты қаншама белгі тастар орнатып кеткен. Сол кісіні де осы біздің ауданнан шыққан, барлығынан емес, нарлығынан деп айтатын Қуат Есімхановта республикаға танымал, шетелдерге де, Ресейге де талай тастар қойған, талай елдің қамын ойлаған азаматтар болған. Ауылдың алтауызын естігіміз келіп отыр, айналайын. Жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан сулайма деп. Қорқамын дос болуға жаман менен, тар жерде ер тоқымын сұрайма деп. Қыздар бұлбұл, жігіт хауарман, дүние жалған, халәуләйлем, халәуләйлем. Жолықсаң біздің елдің тентегіне, өмірдің қарамайдау келтеңіне. Жалғыз атын сойып беріп, қаладау жүген ұстап ертеңінде. Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл, өтіп барат, өмір құрғыра хауарман, дүние жалған, халәуләйлем. Бұл өмірге өкпелейді, ғұмырым өтті менің текке дейді. Жұмсап қал бар дүниеңді тірлігіңде, бұл дүниеге дейсініп кетті дейді. Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл, өтіп барат, өмір құрғыра хауарман, дүние жалған, халәуләйлем, халәуләйлем. Құрметті домбыра телеарнасы, киелі Май ауданына қош келіпсіздер. Менің аты жөнім Нұрбек Жұбайдыловпын. Май ауданының Ақшиман өңірінің тумасымын. Төл тарихымызды аз да көпті зерттеп жүрміз. Оның үшін Ақшиман өңірі туралы айта кетсек, ескі жәдігерлермен жинаумен айналысамын. Қалмақ соғыстан қалған 1748-49 жылғы жебенің ұштары,
әлі де соның бәрі сақталған біздің өңірде. Жинаған коллекциям ішінде 450-де коллекциям бар. Найзаның ұштары, жебенің ұштары, сондайлардың бәрі біздің өңірде сақталған. Жақсы сақталды деп айтуға да болады, түгел көрініп тұр. Оның үшін айта кететін тағы да тұрмыстық заттар, ата әбзелдер, әйел адамдардан қалған жаңағы тарақ, сақина, қыш құмыралардың бәрі түгел сақталған. Келешекте біз оны мирас қылып Ақшиман өңірінде қалдыру, не болмаса осы үлкен музейімізге әкеп тапсыру. Біздің мақсатымыз жаңа балаларға насихаттау. Әнге кезек берейік айналайын. Халық термесі нақыл терме қабыл алыңыздар. Жақсы ұстаның белгісі баламен төсті ұрмайды. Жақсы адамның белгісі жақынға сөзін бұрмайды. Жаман адам белгісі жатқа мойын бұрмайды. Жалқау адам белгісі күн шығармай тұрмайды. Опасыздың белгісі уағдасында тұрмайды. Берімсіздің белгісі досына опа қылмайды. Адалдықтың белгісі бірін-бірі сыйлайды. Арамдықтың белгісі кең дүниеге сыймайды. Үмітпен созған қолыңды біреуі қақса жасыма. Үмітсіз төбе тұңғиық жылама оның қасында. Білімді айтқан сөзіңді біреуі қақса жасыма. Істеймін деген ісіңнен ебін тапсаң жасыма. Ісің жақса халқыңа дандайсыма тасыма. Аптығумен қамықпа бәле түсер басыңа. Жақсылығың көп болса халқың келер қасыңа. Жамандығың зор болса халқың қашар шошына. Тер төгілмей маңдайдан байлыққа қол жетер ме? Азаппен өткен ашты күн көкейіңнен кетер ме? Өзің толсаң өзгені ортасың деп кекеме. Асқақтама арлы бол кем кетікті жетеле. Сайда туып саз өскен бел қадірін білмейді. Егін егіп мал бақпай жер қадірін білмейді. Қарны тойса тоқмейел кем қадірін білмейді. Елден бөлек өскен жан ел қадірін білмейді. Жақсы жаман тұрмайды бір кісінің басында. Пейілсіздің дәмі жоқ май берсе де асында. Беделдіге жорғалап момын жанды басынба. Төзімшіл боп турашыл елден сырды жасырма. Жан берсең де арсыз боп жалбарынып басырма. Ой, бәләй, көп жасайын алайын, өркенің өссін. Құрметті көрермен, ұлттық домбыра телеарнасына Май ауданының халқының атынан зор алғысымызды білдіреміз. Біздің тарихымыздан үлкен ақсақалдарымыз, ақ жаулықта аналарымыз, домбырашыларымыз сыр шертіп берді жаңа. Сіздердің қолға алған істеріңіз өте дұрыс, алған беттеріңізден таймай шығармашылықтарыңызға тек табыстар тілейміз. Сара әжемізден бата сұраймыз. Домбыра арнасына келгенде ұзақ өмір тілеймін әкем. Жолдарың болсын, қайда жүрсің аман болыңдар. Аспанымыз ашық болып, ортанымыз тыныш болсын. Тек осы халқымыз аман болып, Алла тек гүлдене берсін. Тілейтін енді аман сау оралударыңызға келіп бізге осылай сұхбат көрсетіңіз. Көптен көп рахмет қылдым. Өмір жастарың ұзақ болсын. Амин.